сен жылайсың. Білім болмаса сен жүрегіңде ол тазару болмаған болса жылай алмайсың. Өйткені жылаудың өзі жүрек тазарумен келеді. Саған қазір 10 минут емес, 1 сағат әсерлі уағыз айтылса сен жылай алмайсың. Өйткені қай жерде жылау керек екенін де білмейсің. Жылау үшін сол айтылып жатқан аяттың мағынасын түсінетін білім керек. Ал білім алу арқылы ғана жүрегіңіз тазарады. Мынау науқас адамға 3 күн бойы дәрі-дәрмек берілмесе, ол өмірден өтіп кетуі мүмкін дейді. Егер Алла Тағала оның өмірін ұзартпаса, ол өтіп кетеді дейді. Сол секілді жүрек те сондай. Жүрекке 3 күн ішінде білім, оған даналық, хикмет берілмесе, жүректе өліп қалады дейді. Алидың сөзі. Демек, жүректі тазарту деген ол жүрекке тақуалықтың бір жолы біліммен насихаттап оны қуаттандырып отыру керек. Жүрегіміз білім алу арқылы тақуалық күшейіп, жүрегіміз тазарып жүреді екен. Ал тазарудың ең шыңы Алла Субхана ва Тағаланың 40 парызын орындап, Алланың қайтарғанынан қайту. Алланың бұйрығын орындау арқылы, қайтқаннан қайту арқылы жүрегіңіз шаттанады, жүрегіңіз қуанады. Нәпсін тазарту. Нәпсі тазару арқылы жүрек тазарады екен. Бұл жүрек тазарудың бір ең жолы Алла Субхана ва Тағала кітапта айтып қойды. Құран кәрімде айтады, білімдер Алланы еске алумен ғана жүректерін